Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін тамаша жаңалықтарыңыз дайын, андатпасы назарларыңызда. Ливерпуль клубы рекордтық трансфер жасауға дайын. Харри Кейн Баварияға ұшып барды. Тибо Куртуа Реалға осы маусымда көмектесе алмайды. Орнына қандай қақпашы алмақшы Реал Мадрид? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын қазақша арнамыз. Ал енді біз көп созбаймыз, бастаймыз, кеттік. Достар, енді Неймар жайлы Фабрицио Романоның өзі айтып жатыр. Сіздер білесіздер, Фабрицио Романо айтса қалт айтпайды. Фабрицио Романо айтады, Неймар Пари Сен-Жерменге керек емес. Және де дәл Мбаппенікі сияқты медиаға, фотосессияға Неймарды да шақырмаған. Араларынан қарамысық өтіп жатқан жағдайы бар екен. Енді Пари Сен-Жермендіктер де Неймардан құтылуға қарсы емес. Неймар да Пари Сен-Жерменде қалғысы келетіні шамалы болып тұрған тәрізді. Бірақ та Неймарға топ 5 лигадан ұсыныстар келіп жатқан жоқ. Ауызша бір басылымдардың әңгімелері бар. Барселонаға келуі мүмкін, Челсиға баруы мүмкін, Челси қызығып отыр деген сияқты жалпы Марка, Daily Mail деген сияқты басылымдар айтып жатыр. Бірақ та бұл нақты ұсыныс жасалмаған бұл командалардан әлі. Енді нақты ұсыныс жасағалы отырған клубтар ол сол Сауд Арабиясының бір клубына баруы мүмкін, енді МЛС-қа барып қалуы мүмкін деген сияқты ақпараттарда шығып жатыр. Фабрицио Романоның айтуынша Неймар осы трансферлік терезеде Пари Сен-Жерменнен кетеді. Ливерпуль клубы ашуланып кетті, жатып қатты ашуланды. Енді Ливерпуль клубы аяқ асты Мойзес Кайседоға жабыса кетті. Бұған дейін Мойзес Кайседо мен Челси ғана келісім жүргізіп жатқан еді. Және де Челсиға 100 миллионға көнбей отырған Брайтон клубы беруге. Ал енді аяқ асты шықты да Ливерпуль 140 миллион евро ұсына салды. Бұларға не болды деп бүкіл әлем футбол жаңалықтары таң қалды. 140 миллион евро. Енді Челси мен келісіп жатты. Бір 5 минутсыз Челсидің ойыншысы еді Мойзес Кайседо, бірақ та Брайтонға ақша қымбат. Брайтонның Челсида, Ливерпульда бақталасы емес, сондықтан кім көп ақша береді, соған сата салады. Брайтонға бәрібір. Ал енді Мойзес Кайседо өзі айтыпты, негізінде мен Челсиға сөз беріп қойған едім, сондықтан да Челсиға барғаным дұрыс депті. Бірақ енді ол Мойзес Кайседоның әңгімесі бұл жерде ешқандай да әңгіме емес, мәселені Брайтон шешеді. Ал енді Ливерпуль клубына келетін болсақ, 140 миллион евро бір ойыншыға бере салу қалай? Сіздердің ойларыңызша? Мойзес Кайседо жақсы ойыншы, бірақ та қазіргі трансферлік маркет порталында оның бағасы 75 миллион евро ғана тұрады. Ал енді 2 есе қылып төлеу қалай болады екен? АПЛ-да ойнап жүр, АПЛ-ға үйренісуге уақыт кетірмейді, бірден ойнап кете алады дегенде сенімдер бар. Енді өздеріңіздің ойларыңызды жаза отырыңыздар. 140 миллион евроға Ливерпуль клубы Мойзес Кайседоны алғалы жатыр. Бұны Фабрицио Романо да растады. Осы дүйсенбіде медициналық тексерістен өтеді деген ақпараттар да бар. Дегенде Харри Кейннің да жыры аяқталайын деп қалды, ұзаққа созылған еді. Енді Тоттенхэм клубы мен Бавария клубы келісімге келді. 100 миллион евроға сатып алатын болды, және де 20 миллион евро бонус ретінде береді Тоттенхэмға Бавария клубы. Енді қағаз жүзінде, факт жүзінде айта кетейік, Бавария клубы бұндай көп ақшаны ешқандай ойыншыға төлемеген еді. Тоттенхэм клубы Баварияға барып медициналық тексерістерден өтуге Харри Кейнге рұқсат берді, демек келісті деген сөз. Дәл қазір Харри Кейн Мюнхенда, Баварияда жүр. Дәл сол ұшып келу сәтін 69 мыңға жуық жанкүйер онлайн тамашалаған екен. Дәл қазір медициналық тексерістерден өтеді. Ертең не бүгін Харри Кейн Баварияның ойыншысы деп аталатын болады. Жаңалықтар шығады, санаулы сағаттар ғана қалды. Достар, енді Баварияға осынша қалап алған ойыншысы тек қана сәттіліктер алып келсін, жақсы ойын көрсетсін, жарақат алмасын, және де Харри Кейннің өзіне де енді келген шығар. 30 жасқа келді, бір трофей алмады, енді келген шығар сәті, бағы жанатын кезі. Харри Кейн кубоктарды, трофейларды топырлатсын деген үміттеміз, тілектеміз.
Реал Мадридтің жанкүйерлері үшін өте нашар жаңалық. Тибо Куртуа қатардан шығып қалды. Жаттығу кезінде сол жақ тізесінен жарақат алып қалды. Және де бұл жарақат сол Реал Мадридтің дәрігерлерінің айтуынша жазылуына бір маусым кетуі мүмкін. Яғни осы алдағы маусымды толықтай Куртуа жарақатта өткізеді және де алаңға шықпайды деп күтілуде. Енді Куртуаның өзі айтты, жанкүйерлер құрметті, әр нәрсе болуы мүмкін, біз күтпеген нәрселер болып қалады. Сіздердің жанашырлықтарыңызға, қолдауларыңызға алғыс айтамын, және де болмаған шын айтамын, шабыт береді, ертерек жазылуға тырысамын деді. Енді Куртуаның орнына Реал Мадрид бірден қақпашы іздеп жатыр. Қазіргі таңда оның орнына бірден бір лайықты қақпашы ол Давид де Гея деп санайды екен. Енді бізде солай ойлаймыз, Давид де Гея өте үлкен клубта ойнады, және де өте үлкен ареналарда өзін дәлелдеп тастаған қақпашылардың бірі, және де бір шетінен тегін қақпашы, бір шетінен испаниялық паспорты бар қақпашы деген сияқты. Жалпы Реал Мадридқа әбден келіп тұрған қақпашы ғой. Куртуаның орнын жоқтатпауы әбден мүмкін. Сондықтан да қазір Давид де Геямен келіссөздер жүргізіліп жатыр екен Реал Мадридтің арасында. Одан бөлек енді Кепа Аризабалагада бар. Кепа Аризабалагадан қарағанда осы Давид де Гея Реал Мадридқа жарасады ма деген менде ой келіп тұр енді. Неше түрлі қақпашыларды қарап жатырды, Ясин Бунуды да қарады деген сияқты. Сіздердің ойларыңызша Реал Мадридқа қай қақпашы келгені дұрыс? Соны комментарияға жаза отырыңыздар өз ойларыңызды. Ал енді бүгін біз сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол ақпараттарымыз осында. Еңбегімізді бағалап лайк басыңыздар, арнамызға міндетті түрде жазылып қойыңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығарамыз. Достар, назарларыңызға рахмет.